Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі өте керемет болып шығатын мини пончикилердің рецептімен бөлісетін боламын. Небәрі 3 ингредиенттен тұратын осы мини пончиктерді сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі таза пісетін болады. Видео рецепт қызық болса соңына дейін қарап, рецептің пайдалы болған болса жоғалтылмас үшін каналыма тіркеліп қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға шонкамызды 2 дана жұмыртқамыз және разрыхителімізді салып, барлығын жақсы венчикпен араластырып аламыз. Бір келкі масса болғаннан кейін үстінен осылай еліктен өткізіліп ұнымызды салып, тағы да бір араластырып, одан кейін тағы да ұн салып, қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илеп дайындап алатын боламыз. Дайындап алған қамырымызды дәл видеодағыдай етіп, кішкене бөлшектерден алып, осылай дөңгелектеп, дәл құрт тәрізді етіп дөңгелектеп аласыздар. Барлығын дайындап алғаннан кейін, осылай дөңгелекшелер етіп, барлығын дайындап алғаннан кейін ғана майларыңызды қосасыздар. Құйып газге қоясыздар. Май қатты қызымаған болу керек. Қызымаған майға осылайша пончикилеріміз салып, әрқайсысы барлығын пісірер кезде 5 минут 7 минут шамасында осылай барлығын ауната отырып пісіріп алатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Дәл осылай түске еніп, сарғыш болып піскеннен кейін осылай арнайы ыдысымызбен осылайша майларын сырғатып алатын боламыз. Мен осылай сетамен алып жатырмын, майлар жақсы сырғысын деп. Осылайша барлық пончикилерді пісіріп алдым. Енді бетіне өз қалауларыңыз бойынша шоколадты, не болмаса сахарный пудраларыңызды сеуіп, балаларыңызға, отбасыларыңызға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет болып шығады екен. Егер де видеом ұнаған болса, жоғалтылмас үшін міндетті түрде каналыма тіркеліп қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Және сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет, тіл үйірердей болып шығады екен. Менің каналыма кіріп көрсеңіздер, каналымда 300-ден астам рецепттер өте көп. Кез келген заттың, банкалардың, түрлі пісіріктердің, түрлі ыстық тағамдардың барлық рецепттері бар. Кіріп қарап көріңіздер. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып, лайктарыңызды басып, және өз ойларыңызды комментарий бөліміне қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл.